А, сабақ кестесінен алтыншы сабақтың аяқталуын анықтайтын ұяшық формуласын көрсетіңіз. Так, окей, давайте мына жақта немного разберемся. Біріншіден бізде не беріп тұр? Менде жалпы мынадай кестенің ішінде какой-то расписание болды. Мына жақта сабақ қашан басталады және де бір сабақтың ұзақтығы болды. Дальше менде міне 8-де басталса и 8:45-те екен. Көрініп тұр, түсінікті болып тұр, иә? Үзілісі 5 минут, дальше сөйтіп кетіп бара жатыр. Енді бізден білеміз, Excel'де абсолют деген ұғым бар. Абсолют дегеніміз доллар, иә? То есть это константа сияқты. Значит, менде доллардың қасында не тұрады? Мысалы, мына жерде доллар 4. Значит, D4 вообще константа болады. Оны тиіспейміз. То есть ол постоянно бір жерден екінші жерге ауыстырсаң да, в любом случае ол өзінің мәнін өзгертпейді. То есть 0,45 болды ма, 0,45 болып тұра береді. Вот. Енді қараңыздар, бізге бұл жақта не істеу керек? Логикасын түсініп алайық. Варианттардан, иә? Во-первых, бізде не деп тұр? B12 и C12 деп тұр. B12, C12 дегеніміз, это как раз таки 6-шы сабақ, мынаның басталуы және де оның соңы. Бірақ оны плюстау смысл в чем? То есть, сабақтың басы мен сабақтың соңын қосу керек па? Зачем? Поэтому біз бұны өшіріп тастаймыз. Келесі, C12 минус D4. То есть C12 дегеніміз, міне, C12, 13:20 азайтылған D4, 0,45. Демек, сабақтың уақытын азайту, иә? То есть сабақтың соңынан сабақтың уақытын азайту. Енді, давайте немного разберемся. 13:20-дан 0,45-ті азайту, мен 6-шы сабақтың аяқталуын таба алмаймын. Мен и так та аяқталуынан зачем сабақтың процесін азайтамын? Маған басталуы керек емес қой, маған аяқталуы қажет, иә? Сол себепті B варианты келмейді. Енді B12 плюс D4. B12, окей, вот как раз таки 6-шы сабақ. D4 дегеніміз мынау. Енді қараңыздар, бұл константамен тұр. То есть екеуі де абсолютті мәнмен тұр. D4 айтып тұр. А B12 обычный ссылка түрінде тұр, иә? Енді қараңыздар, бұл вариант неге келеді? Өйткені 12:35-ке 45 минутты қосқан кезде мен как раз таки 6-шы сабақтың уақытын табамын десек болады. Вот. Сөйтіп, мен, получается, осы формулаға сүйенемін и болды. Енді неге менде D варианты болмайды? Неге менде обязательно долларлар болу керек? Енді қараңыздар, Excel'де мынандай ситуация бар. Сен, мысалға, сабақтың басталуын жасай саласың да, астыға тарта салып, бүкіл сабақтардың кестесін шығара саласың, иә? То есть бір сағаттан или там 45 минуттан диапазон қоя саласың да, ұра бересің. Вот, осындай салыстырмалы түрдегі ссылка тұратын болса, бізде есепте ол шықпай қалады. Неге екені? Мен мына басынан, скорее всего, аламын да, астыға қарай тарта саламын. Сол кезде, так как мына ссылкалар, то есть мына орындар өзгеріп жатыр, то есть B7, B8, B9, то мынау тоже өзгереді. B4, B5, B6, D точнее, B4, D4, D5, D6, D7, D8 деп. Это менің соңғы мәніме қатты әсер ететін болады. Кейбір кезде даже ошибкалар шығарып отырады. Вот, поэтому маған обязательно абсолют қажет. Неге өйткені мына именно сабақтың процесі өзгеріссіз болу қажет. И соңғы, бізде C12 плюс $C, $4. Так, $C, $4 деген не қойған зат? Бұл вообще сөз болып тұр. Да? Поэтому вообще не в тему как бы ақпарат, поэтому біз оны өшіріп тастаймыз. Да? Окей.